бір өзіңе мынау көп емес па? Еще мені шығарып қойыпты холодильниктен. Нелерің бар сендердің, ол 2 қабат қой, 2 адам үшін тамақ жейді ғой. Ал барлығы күткен дубайский шоколадқа АСМР, ана қытыр-қытыр деген жерлерін өзіңіз құрастырып аласыздар ғой. Дәмі өте күшті, маған ұнады. Осылай азанғы уақытта блини пісірдім. Мына тапаны Пиндодан алған едім, өте күшті пісіреді екен, маған қатты ұнады. Қыздарыма тез блини бердім да, оларды садикке шығарып салдым. Сосын келе салып обедкі тамаққа кірістім. Жолдасым осындай духовкаға картошка қуырып берейін дедім. Міне алып бір жасап көрсе духовкаға, кейін қайта жасағың келе береді ғой. Білмеймін енді қандай шығатынын, бірінші рет жасап жатырмын. Осылай картошкаларды гүлді қылып турап алдым. Турайтынды да тоже Пиндодан алғам. Сосын үйде не бар барлығын қостым. Майонез, кетчуп, мына жақта окорочка қосып жібердім еще. Жаңағы приправаны салдым. Картошкалардың барлығын дайындап болған екен. Осындай приправаның ішінде салфан болады екен. Соған салып духовкаға жібердім. Түріміз немене болып кеткен, дұрыстап жасамайсың ба? Кешкеге қонақ келіп қалатын болды. Қой, жаңа картошка болмайды деп ет салдым қазанға. Одан мына жақта пысық болып қамыр ашып қалғам ғой. Қамырдан бауырсақ қаттама жасап алдым. Пысық болып не жасап жатырмын ау? Мен сияқты қытырлақ қаттама жегесіңдер ма сендер? Сонымен деген ол етім пісті да, ана жақта қамырымды илеп тез қамыр салдым. Ал мына жақта тұздығын дайындап қойдым. Қараңыздар, күшті болып тұр ғой. Етімді сүзіп алдым да, жолдасыма турай бер дедім. Сіздер де етті сүзіп алған соң кім турайды? Маған жолдасым тураған ыңғайлы. Мынау мен жаңа жасаған қаттамам мен бауырсағым.